Сәлем достар, видеоны соңына дейін қараңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздермен бөлісетін пайдалы кеңесім ол қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру. Қолтықтағы жағымсыз иіс бұл кей адамдар үшін үлкен проблема. Үй жағдайында қолтықтағы жағымсыз иісті кетіру үшін мына әдісті қолданып көрсеңіздер болады. Ол үшін біздерге керекті заттар: 1 стакан қайнаған су, лавр жапырағы 4-5 штук, сонымен қатар ас содасы 1 шай қасық. Қолдану әдісі: ең алдымен 1 стакан қайнаған суымызды құйып аламыз. Осы суға 4-5 штук лавр жапырағын саламыз. Егер сіздер осы лавр жапырағына аллергияңыз болса, онда 10 минут газге қойып, қайнатып алсаңыздар болады. Су жылғаннан кейін оның үстіне 1 шай қасық ас содасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған ерітіндімен күніне 2 мезгіл таңертең және кеште қолтық тұсын сүртіңіз. Бұл ерітіндіні жағардан бұрын қолтықты жақсылап жуып алыңыз. Бұл әдіс арқылы қолтық терлегенін де кетіруге болады.